Главным условием создания мирной, спокойной жизни остается принцип сохранения единства народа, укрепление его могущества, способность понимать и поддерживать друг друга. На сцене вокалист этнофольклорного ансамбля «Доруле» общественного объединения Румынского культурного общества «Дакия» Александр Урмашов с песней «Eu numai numai». Слова и музыка Лазанчук. Еліміздің барлық жетістіктері мен табыстары өз отанының тағдыры үшін ортақ жауапкершілікпен біріккен барлық қазақстандықтардың бірлігінің тәуелсіздігімізбен қатар 30 жыл бойғы жинаған нәтижесі. Сахнада Бұхар Жырау ауданынан славян өрнектері этномәдени бірлестігінің өкілдері выходил на поля молодой агроном әнімен. Хороша земля.
қазақстандықтар, сіздерді 30 жылдық тәуелсіздігімен құттықтаймыз. Дорогие казахстанцы, мы желаем вам счастья, Здоровья, успехов, благополучия, чистого неба над головой, любви, процветания нашему Казахстану. Все мы разные, но мы едины! Здесь просторы степи, пение птиц и журчание ручья. Вот иду по земле, где когда-то родился и вырос я. По земле, что вскормила, спалила меня. Кое-кто нагибает, а не хочется знать. В испытаниях больших нас земля казахстанская встретила, и с надеждой всегда мы глядели в грядущий наш день. Чьи просторов твоих никогда ни на что не променим мы. Казахстан — это наша родная земля. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Уважаемые земляки, пусть год за годом наше государство становится более сильным, развитым и богатым. Желаем вам чувствовать себя самыми счастливыми на родной земле. Гордитесь страной, вкладывайте в нее душу и силы, живите в мире и гармонии. Құрметті достар, 25-ші облыстық этномәдени фестиваль осымен тәмам. Аймақтағы барлық этномәдени бірлестіктерге белсенді қатысқандар үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздерге шығармашылық шабыт, толағай табыс тілейміз. Қазақстанымыз гүлдене берсін. Сіздерге бейбітшілік, бақыт және жақсылық тілейміз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Бай қуатты болайық.